Кино деп ойлап қалдыңыздар ма? Әдеттегідей біздің құрылысымыз төбе жабу жұмыстары аяқталды. Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер. Осы видеоны айналдырмай соңына дейін көретін болсаңыздар, осы үйдің салыну барысын сіздерге нақты қағазға сызып, бәрін анық түрде көрсетіп қойдым. Соңына дейін көріп шығыңыздар, содан кейін өздеріңіз ақ смело төбе жаба беретін боласыздар. Олай болса, видеоны тамашалайық. Кеттік. Ағаш базарына келіп тұрмыз. Неден бастап білеміз. Так, стропилаларды 80 штук алдым, 80 штук. Размері 14-те 42 деді, жалпы. Ішінде кейбіреулер бар, жіңішкелер 3-те 5-тер. Енді мынау обрешеткаға черныйға 10-да 2, былай 9 болады, бірақ 10-ға жетпейді шамалы. Былай жақсы ағаштар. Қазақ тілдерін қолдап тіркелуді ұмытпаңыздар. Так, достар, бұйырса енді мен осылай сіздерге сызып көрсетіп жатырмын. Түсінікті болу үшін ең алдымен мен өйтіп екі жағына екі балкымды қойып алдым. Қойып екі жағына қойып алдым да осылай мына жерін сыммен байлап тастадым. Оны ең соңынан осылай қойдым. Сосын былай диагональ шығарып алдым міне. Үстіп бір-біріне өлшедім. Бұған жилка ештеңе кермейсіздер, просто метрокпен, ұзын метрокпен өлшеп диагональ шығарып алдым ең алдымен. Диагональ шығарып тастадым. Байлап сыммен төрт жағынан жағына да екеуі. Сосын мынандай махинациясы бар. Осылай екі балка лақтырғанда сыртынан өлшемейсіздер екеуінің де. Өйткені мына ортасы мынау ғой. Ортасы мынау болғаннан кейін мынаның іш жағынан алып өлшедім де, мынанікі уже сырт жағына кетеді. Мына жағы тоже. Мынаның ортасы мен былай алғанда мынаның іш жағы да мынаның сырт жағына кетеді. Екеуінің сырт жағын өлшесеңіз де, мына жағында екеуінің сырт жағын өлшейтін болсаңыздар, онда қуып кетеді диагонал. Сол үшін осыған мұқият болыңыздар. Осыны өлшедім. Осылай өлшеп алдым, диагоналдың бәрін келтірдім де, осы келтіргеннен кейін мынадан былай мен так 60 алдым мынаны. Мына жағын 60 алдым. Мына жағы енді құттай 5 см ойнағанда 55 пе, сондай 55 болды я. Мен балкым жеткілікті болғасын, ештеңе жоқпын. Мынаны мынаны алдым да бүйтіп сыммен байлап тастадым мынаны. Мына жерін өйстіп. Мына менде уже үйдің несі ғой. Осындай үй сияқты квадрат менің үйім. Үйге ұқсатып құйдым ғой. Так, сосын мына шеттен шеге қағып, мына шеттен шеге қағып, мына жерге кетіп тастадым мен дәл осылай. Жерге кердім бе, сосын балкілерді айда осылай бәрін арасынан 60-тан өлшедім бе. Мына арасынан 60-тан түгел осылай бәрінші қойып шықтым осылай бәрін. Айтуға ұмытып кеттім. Мынаның жерінде сыммен байлап тастайсыздар былай. Мен өзім жалпы каждый балканы байладым ғой. Кейбіреулер через одно байлайды, біреуін байламайды, біреуін байлайды, біреуін байламайды солай. Мен каждыйын байлап тастадым, өз үйім болғасын, мықты болсын деп. Бұйырса бірінші күніміз осылай болып жатыр. Әзірше лақтырып алдық. Міне дәл осылай балкілердің бәрін артығын кесіп, осылай желкінің бойымен қуып шықтым ғой, дәл осылай. Қойып тастадым барлық балкыны. Арасын сыммен байлап, мына жерлердің де бәрін тоже барлығын байлайсыздар, каждый. Содан кейін мынандай обманка дейтін болады, обманканы шығарамыз. Осыны кесіп аламыз. Мына жері қанша, содан бері қарай аламыз да, екеуі бірдей болу керек. Сосын осылай обманка, екі обманка шығарамыз. Төрт жағын тоже оған желке кереміз де, арасына бәрін осылай қағып шығамыз ғой. 60-тан тоже. Желкемен сосын жайлап қойып шықтым осылай. Содан кейін мына бұрышын шығарамыз. 4 бұрышын. Оны қалай шығаратынымызға көрсетемін. Так, енді мына бұрышын шығару үшін міне. Мына бана желкеге бәрін қағып алдық, арасын қағып алдық 60-тан. Қағамыз да, содан кейін мына былай тақтай қағамыз. Осының шетімен теңестіріп, бір-бірде алып тақтай қағып тастаймыз былай. Мына асып кетсе де ештеңе етпейді. Асып кеткен жақсы. А то сіздер ровно бұрышы қайсы екенін білмейсіздер, асырасыздар да қағасыздар. Сосын мына жақтан тоже қағасыздар да осының бойымен, линия жатыр ғой, бәрі линиямен бойымен кетіп жатқанда екеуі мына жерде тіреседі. Сол тірескен бұрышы, сол осынан бұрышы болады ғой. Сосын мына жерге келесіздер де осылай ағаш қағасыздар, балк. Тоже осындай 25. Төрт жағында дәл солай істеп шығасыздар ғой. Бүйтіп ан жағында дәл солай. Сонда үйдің несі полный бітеді сонда.
сыммен байлап тастайсыздар осы жерлердің бәрін. Ана шегемен, мына жағынан шегемен қағып, сыммен байлап барлығын. Сонда болды. Енді мен үйімді былай осы несін есептедім, ортасын. Енінің қақ ортасы менде мынау. Ұзындығының қақ ортасы мынау. Сосын бой-бой жерге тастадым. Сосын ені 4,5 қой былай. Сосын мынадан тоже былай тағы 4,5 алдық. Мына жағдықта тоже солай 4,5. Сосын ертең мынадан осыдан былай фронтондар кетеді жоғары қарай. Тоже. Сосын мына ортасы қақ ортасы. 3 фронтон лақтырамын жоғарыға. Мынау сонда бірдей болады ғой. 4,5-тен осылай дәл осылай істедім. Сосын ең бірінші оны істемей тұрып, астына полын ұзынойын ағаш қақтым, мықты ағаштады. Ертең мына фронтондар түскенде осы ағаштың үстіне түседі. Былай балк жатыр ғой енді. Сол балктың үстіне былай ағаш қақтым. Сосын осы ағаштың үстіне ертең фронтондар түседі, жоғары қарай кететін. Мықты болу үшін салмақ сонда общий түседі. Енді мына ортасын шығарып, қақ ортасын ағаш қағып алам, стойка тұратын ағаштардың майсықтар болса түзеп қағып сөйтіп. Бұйырса міне осылай ортасына үйден шыққан ағашты салып жатырмын. Мықты ағаш, ескі ағаш, мынау бірақ мықты баяғының ағаштары ғой. Осыны ортаға былайын салып шығамын, қақ ортаға. Сіздерге айтып кетейін, Сеснопоездің үстіне балк салмас бұрын қарағаз төсеп тастаған жақсы негізі. Сосын барып, кейбіреулер мауырлат дейтін ағаш салады дейін, әр аумақта әртүрлі. Мен өзім салған жоқ ештеңе. Так, балкысын салдық, мына жағын шығардық, ортасын ағашын қақтым. Содан кейін мен чони қақтым тастадым. Чони, полный. Арасын 8 сантиметр қылып образец тақтай кесіп алдым да, соның арасымен жайлап осылай. Ең бірінші осыны қағып тастадым. Ертең үстіне жүруге де кішкене надежный болар деп. Дәл осылай. Чонин қағып шықтық. Енді мына бана 3 фронтон шықты ғой, жоғарыға былай шықты, үстіне ағаш тастадық. Содан кейін мына биікте мына бұрышқа ағашқа балкы бар, бана обманка деген бұрыш шығарған. Соған лақтырасыздар ғой былай балкыны. 4 бұрышын солай лақтырасыздар, мына шығып тұрған шетінен тек. Сосын мына балкыге мына жатқан фронтон бар, бүйтіп жатқан не бар, соған ұзын ойына жерге кетсеңіздер. Жерге кетсеңіздер, мына ағаштың орталары қисық болса, мына жерде ағаштарды көтеріп түріп бересіздер ғой, мынадан жоғарыға түріп бересіздер орта жерінен. Мынаны да сөйтіп жерге келіп, төртеуін сықайтып ровно қылып шығарып алуыңыз керек қой. Мына шеттен ең биігінен жерге ойлайсыздар, сосын мына бұрышынан жерге ойлайсыздар да, бүйтіп кетіп тұрсаңыздар, сол жерге көтеріп тұрып, или ағашыңыз жоғарыға қайқиған болса, төмен қарай тартып тұрып, ортасынан түріп беріп сөйтіп келтіріп аласыздар төртеуін. Содан кейін мына бүйтіп келіпті ғой енді 4 несі, сосын мына ортасынан желкі байлап, мына бір-біріне желкі байлап бүйтіп кетіп тастаңыздар. Сосын қазір былай бәрі түсе береді ғой, енді мына жоғарыдағыдан былай тың түскенде осы желкіге қарап отырып астынан тіреу бересіздер ғой. Өйткені ағаштар қайқиған болады, түсе болмайды ғой. Астынан тіреу бересіздер, мына желкімен бір-бірде алып каждый. Сонда мынаның бәрі четко шығады ғой. Желкінің бойымен кетеді ғой. Осылай болды енді. Ішіне көп мән берген жоқпыз. Күн салқындап кетті. Сөйтіп осындай болып шығып қалды. Алла бұйырса бітірдік бүгін. Енді между балка тас қалаймыз. Мына жерге тас қалаймыз. Алдында мына балкының арасына қаладық қой. Балкілерді қойып шыққаннан кейін қаладық. Осының биіктігін деп тағы қалаймыз. Сосын мына жермен етсет, обрешетка түседі. Сосын бетіне профист түседі ғой.
дәл осылай қалап шықтық, екі қатар. Біреу междувалка, біреу үстіне. Решеткасы полный болды. Мынаны жоғары тастап баттым. Осы үй біткенше барлығын сіздермен бөлісіп отырамын. Қазақ тілді арнаны қолдап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.